Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздердің назарларыңызға 2023-2024 оқу жылының екінші семестрінің қорытындысы бойынша рейтингісін ұсынамын. 2023-2024 оқу жылының екінші семестр қорытындысы бойынша үздік 10 қатарында келесі студенттер: F31A тобынан 5 студент: Кочегаров Мирослав, Жатқанбаев Мансур, Сағатова Анеля, Хуснудинова Рината, Эйсфельд Никита, Мухамеджанова Альбина. Және келесі топтардан бұл Г21А тобынан Поленова Екатерина, ФК21А тобынан Қуатов Абай, ИК31 тобынан Ыбырай Айым, ГК31А тобынан Дугабаев Ислам. Құтты болсын, жарайсыңдар. Ылғи осылай алдыңғы қатарда жүріңдер. Ал енді келесі слайдқа назар аударатын болсақ, біз енді курстар бойынша қарастырамыз. Мұнда екінші семестрда бірінші курс бойынша үздіктер қатарында ГК31А тобы, ИК31 тобы және ГК32А тобы. Жарайсыңдар. Орташа көрсеткіш көрсеткен келесі топтар F31А тобы, Г31, БК32 тобы және Г32 тобы. Ал енді бірінші курс бойынша нашар көрсеткіш көрсеткен топтар ОСК32, П31 және ОС31 топтары. Келесі слайдтан сіздер осы бірінші курс бойынша 10 үздік студенттерді көре аламыз. Бұл F31А тобынан 6 студент. Олар Кочегаров Мирослав, Жатқанбаев Мансур, Сағатова Анеля, Хуснудинова Рината және Эйсфельд Никита, Мухамеджанова Альбина. ИК31 тобынан Ыбырай Айым, ГК31А тобынан Дугабаев Ислам, Мұсағали Іңкар, Г31 тобынан Исатай қызы Іңкар. Құттықтаймын, жарайсыңдар. Келесі слайдтан сіздер топтың рейтинг қорытындысына сіздердің сабақты себепсіз босатуларыңыз бен кешігулеріңіз үлкен әсерін тигізеді. Енді келесі слайдтан қарайтын болсақ, ең көп сабақты босатқан топ бұл ОС31 тобы. Бұнда 507 себепсіз сабақты босату болса, 24 кешігу тіркелген. Ал ең аз ИК31 тобында 6 сағат себепсіз босату және 13 кешігу. Өкінішке орай, бірінші курс студенттерінде топтарында біз сабақты себепсіз босату және кешігу тіркелмеген топтарды көре алмай тұрмыз. Келесі слайдтан біз екінші курс бойынша үздік қатардағы топтар бұлар ФК21А тобы, ГК22 тобы және И21 тобы. Жарайсыңдар. Орташа көрсеткіш көрсетіп отырған топтар Г21А, ГК21 және БК22. Ал нашар яғни көрсеткіш көрсетіп отырған топтар бұлар Б21, ОС21 және ОСК22 топтары. Келесі слайдта біз екінші курс бойынша, екінші семестрдің қорытындысы бойынша 10 үздік топ студенттерін көре аламыз. Олар Г21А тобынан Поленова Екатерина, ФК21А тобынан 3 студент Қуатов Абай, Қуанышбеков Мирас және Қазбекова Сабина. Г21А тобынан Шамшулаев Темірлан, БК22 тобынан 3 студент Казезов Дастан, Сауранбай Аян, Абитаев Еркеблан. И21 тобынан Смаилова Сабина және ФК21А тобынан Алиханов Бекжан. Жарайсыңдар. Енді келесі слайдта біз екінші курс бойынша сабақты себепсіз босату және кешігулерді көре аламыз. Ең аз сабақты себепсіз босату бұл Б21 тобында. Жарайсыңдар. Бұлда бір сабақты себепсіз босату 1 сағат тіркелген, ал кешігу мүлдем жоқ. Ең көп тіркелген топ сабақты себепсіз босату бұл ОС21 тобында 158 сағат. Ал ең көп кешігу бұл ОСК22 тобында 8 кешігу тіркелген. Ал енді үшінші курсқа көшейік. Үшінші курс бойынша үздік қатарда бізде ГК11А тобы, F11А тобы және ОС11 тобы. Жарайсыңдар. Орташа көрсеткіш бізде ИК11, БК12, Г12 және ГК12 топтары. Ал нашар көрсеткіш көрсетіп тұрған топтар бұлар Г11, ОСК12 және Б11 топтары.
Осы үшінші курс бойынша 10 үздік студенттер қатарынан келесі студенттерді көре аламыз. ГК 11А тобынан 2 студент, кешіріңіздер 3-4 студент, 5 студент. Өте жақсы. ГК 11А тобынан Маратбекова Ақерке, Қайырбек Насия, Шоханова Алтынай, Досмұхаметов Сержан, Касенова Сабина. Қалған топтарын F11А тобынан Чайкин Илья, Атамбеков Адил. ОСК 12 тобынан Тлеуханова Айым. ГК 12А тобынан Мақсұтқан Мағжан және Төлеубекова Аянат. Жарайсыңдар. Ал келесі слайдта үшінші курс бойынша біз сабақты себепсіз босату және кешігулерді көре аламыз. Ал енді назар аударсақ, үшінші курста мүлдем сабаққа кешікпейтін және сабақты себепсіз босатпайтын топтарды көре аламыз. Бұл ГК 11А тобы және F11А тобы. Осы екі топтан үлгі алатындай болуларыңыз керек. Өйткені бұл топтарда мүлдем сабақтан кешігу және сабақты себепсіз босату жоқ. Жарайсыңдар. Ал енді керісінше ОСК 12 тобында ең көп сабақты себепсіз босату тіркелген, бұл 38 сағат, және ең көп кешігу, бұл бізде 9 кешігу тіркелген осы топта. Енді жалпы барлық топтардың көрсеткішіне назар аударсақ. 2023-2024 оқу жылының екінші семестр қорытындысы бойынша үздік топтардың қатарына келесі топтар тіркелген. Бұлар ГК 11А, F11А, ГК 31А, ИК 31, ГК 32А, ФК 21А, ОС 11, ИК 11, БК 12 және ГК 22 топтары. Ортаңғы көрсеткіш көрсетіп отырған топтар балалар бізде И21, Г21А, Г12, F31А, ГК 12, Г21, Г11, ОСК 12, БК 22, Г31. Ал нашар көрсеткіш көрсеткен топтар бұлар келесі. Б21, БК 32, Г32, Б11, ОС 21, ОСК 22, ОСК 32, Б31, ОС 31. Осы топтарға осы жаңа оқу жылында күш салып оқуларыңыз керексіздер. Енді 2023 және 24 оқу жылы, яғни жылдық қорытынды бойынша бізде үздік топ атанған бұл Садыкова Айжан Сайлаубекованың тобы F11А тобы, яғни қазіргі таңда 4-ші курс студенттері F11А тобы үздік студент болып аталып отыр. Құттықтаймыз. Ал 1-ші, 2-ші, 3-ші курс студенттері осы топтарын үлгі алуға шақырамын. Келесі слайдтан балалар біз сендерге осы 2023-2024 оқу жылының 2-ші семестр бойынша оқудан шыққан 54 бала, 615 бала сөгіс алған және 20 бала ақылы бөлімнен ақысыз бөлімге ауысқандығын туралы ақпарат ұсынып отырмыз. Колледж әкімшілігі биылғы оқу жылында барлық студенттерге сәттілік тілейді. Топ рейтингісі қажет деңгейде болу қажет. Уақытында барлық берешектерінді жауып отыру керектігін, сонымен қатар оқудың ақысын уақытында төлеу керектігін ескертеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік тілейміз.